Үмет келдің қамалап, сыбағаңды берейін, баспасыңа даралап, ата қалдым ақынды кіші жүзді аралап. Тұяғым тайпақ жорғамын жолға салған тағалап, алуан түрлі асыл сөз аузымнан өнген балалап. Ей нәсібе айдап кез болдым бірден бірге жағалап. Ажарлы етіп сөйлейін ақ күмістей айырған зергерлер соққан тазалап. Домбырамен құрайқай тынышыңды алман мазалап. Айып етпе әлеумет қатесі болса жазалап. Әрқайсыңды отырмын саралтынға бағалап. Ей мәжілістің болуы жиылып халық құралу. Ассалау маға әлейкім уағалейкім әссалам бірі беріп бір алу. Мұсылманның міндеті аман түгел сұралу. Батырлықтың белгісі тұлпар менен туалу. Қаршыға құстың белгісі әуеден қазбен қуалу. Палуандықтың белгісі ортаға шығып сабану. Би жігіттің белгісі алқалы жерде сыңалу. Шайырлықтың белгісі қиялдан жауап шығару. Айып емес әуелдің көпшілік айтса тіл алу. Мырзалықтың белгісі айды мейманды көрсе қуану. Ей менің атым Ұзақбай, жайылды даңғым Ұзаққай. Бұл дүниеге келгеннен қосылдым талай санаққай. Атағым тегіс жайылды қараның ұлы Қазаққай. Төсінгенге насихат сөзім бар шырын шараптай. Жабыдан жүйрік озбайды бабын тауып жаратпай. Ей жыршы айтқыш болмайды көпке сөзді қалатпай. Назымдатпай ет шығарып ел халыққа таратпай. Жан барында жайналық, тіл барында сайралық. Бұл дүние бізге жоқ қалынған күні қабаттай. Әзірел келсе алып кетет жағдайыңа қаратпай. Сөз сұрасаң шешең ділмардан, басымды тартпан құрмаңнан. Бойымды тежеп бұлданбан, сазбенен сөзге келгенде. Қисықпас өмір ұстазым 12 баптан үлгі алған. Әлім ұлы байылы тама-табын жетіру. Алашқа сөзім тыңдалған, атағы көпке білінген, аузына келдің ілінген. Ей отырған аға ініммен қатар құрбы теңіммен сөз айттым ата тегіңнен. Тамамдайын бұл сөзді айды сайраған қызыл тілменен.